Саламатсыздар ма? Есімім Жұлдыз, математика пәнінің мұғалімі болам. Бел емтиханына келетін мына логикалық есепті талдайық. Қараңыздар, кесте 16, 15, 17, 14 сұрақ белгісі. 32, 33, 31, 34 сұрақ белгісі. Яғни мына екі санды табуымыз керек. Енді біз бірінші санға қарайық. 16, 15-е 16-дан 15-ке дейін минус 1, яғни бір санға азайды. Одан кейін 16-дан 17-ге қарай плюс 1 деген бір санға қарай артып тұр. Енді 16-дан 14-ке қарай, 16-дан 14-ке қарай плюс 2-ге артып тұр. 2-ге кеміп тұр, минус 2-ге. Ал одан кейін, демек мынау 2-ге кемсе, онда келесі сан 2-ге арту керек. Өйткені мына жерде 1-ге кеміді, қайтадан 1-ге өсті. Демек 16-ға 2-ні қоссақ 18 шығады. Бірінші сан 18 екен. Енді біз бұл жерде жауабын бірден 18-де 30 деп белгілей аламыз. Немесе есептей салайық, аяғына дейін. 32-ден 33-ке дейін бір санға артты, 33-ден 31-ге дейін бір санға кеміді. 32-ден 34-ке дейін екі санға артты, ал келесі сан мына 32-ден екі санға кем болу керек. Демек 32-ден 2-ні азайтсақ 30 шығады. Демек жауабы 30. Жауабы 18 және 30 болады екен.